Qarab o'tmay Tumtav adam, turtav adam Tumtav adamның qasınдағы nögürleri qara qurtday Qara qurtday Tumtav adam, turtav adam Tumtav adamның qasınдағы nögürleri qara qurtday Qara qurtday Aytadi bütty Ülkündür bitdi bitpegin bitdi Etinde ittin talay ketdi Düşün ketdi Sürüşün ketdi Qamasın Aytadi bitdi Ülkündür bitdi bitpegin bitdi Etinde ittin talay ketdi Düşün ketdi Sürüşün ketdi Qalaysın Tumtav adam Tumtav adam Tumtav adamның qasınдағы nökürleri qara qurtday Qara qurtday Tumtav adam Tumtav adam Tumtav adamның qasınдағы nökürleri qara qurtday Qara qurtday Tumtav adam Tumtav adam Qasınдағы nökürleri qara qurtday Qasınдағы nökürleri qara qurtday Qara qurtday Önüge men осы жақындарда мына уақыт болды елге сәлем берейік ата-бабамыздың жерін көрейік деп солай келді. Маған бұлар мына ел жұртын өте жақсы құрметпен қарсы алды маған. Мен бұлардың бәріне рахмет айтамын. Келешектер мол болсын, абыройлары көбейе берсін, бақыттары көбейе берсін, бала-шағасы өсе берсін. Бұлардың жақсы тұрмыс қолы мен тілектеспін. Осы менің айтатыным мына біздің мына ел жұртымызға. Рахмат. Елге деген тілегіңіз айтыңыз. Ол елге мен тілегім елдің айтатыным мен, елдің тұрмысы жақсы болсын, абыройлары көбейе берсін, бала-шағалары өсе берсін, бақытты болсын. Мына айтатыным сол еліме. Алды шазаттың жоқ менің адвокатымда қажы болған. Жұмабай қажы деген. Ал енді қонайдың баласы Жұмабай қажы деген. Алғы қазақтарла мақал бар. Еркектің жасы екеру дейді. Ол соған баруымыз керек. Соған барыңыз. Екеру жасаңыз. Соған барыңыз. Аға мен мына телевизияға сіз туралы мен бір айтып берейін. Иә. Мынау қазақ болғаны Абылай деген хан болған. Мен тарихшымын ғой. Иә. Сонда қазақ өмірінде 40 жыл бейбітшілік көрді. Иә. Орысқа, қалмақта екеуіне бірдей дипломатия жасап, қазаққа бейбітшілік, тоқшылық берді. Ал енді мына 20-шы ғасырда бізде не көрдік? 3 рет революция болды. 2 рет ашаршылық болды. 2 рет дүниежүзілік соғыс болды. 1 рет азамат соғысы болды. 2 қайта құру болды. Соның барлығына егер Горбачевтың 6 жылымен есептесек 60-70 жыл кетті. Сонда қазір 92 жыл. Қай уақытта біз тоқшылық көрдік? Жігіттер білесіңдер, 60-шы жыл мен 85-ші жылда Қазақстанды кім басқарды? Димаш Ахметұлы Қонаев аға басқарды. Сол уақытта бүйірлерің шығып, қарындарың тойды, киімдерің бүтінделді. Сондықтан біздің мінекей әруақты атты адамымыз осы. Жаңағы 2 елу емес, бұл кісі 4 елу жасасын. Айтқаныңызға рахмет. Не болса да бірге жасасын.